Өңір депутаттары 2015-2017 жылдарға арналған облыс бюджетін сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегияны іске асыру және көлеңкелі экономикаға қарсы іс-қимыл жөніндегі алдағы 2 жылға арналған іс-шаралар жоспарын талқыға салды. Маслихат отырысында облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров қатысты. 5-ші шақырылған облыстық маслихаттың 38-ші сессиясында маңызды деп танылған 10-нан астам сұрақ қарастырылды. 2016 жылы Петропавлда өтетін Қазақстан мен Ресей елдері басшыларының кездесуі еліміз үшін маңызды оқиға болмақ. Аталмыш шараға қаланың сақадай сай болғаны абзал. Сондықтан достық ойын-сауық орталығы, спорт сарайы сынды маңызды нысандардың құрылысын жақын арада аяқтау қажет. Осылай дейін облыстық қаржы басқармасының басшысы Ескен Әкімжанов бұл мақсатқа қанша қаражат қажет екендігінде айтып берді. Сондай-ақ 2015 жылдың бірінші жарты жылдығының қорытындысына тоқталды. По итогам исполнения областного бюджета 2015 жылдың бірінші жарты жылдығында облыстық бюджеттің 91,5 миллион теңгесі үнемделді. Өңірді дамыту бағдарламасы аясында кәріз жүйелерін, тазартқыш қондырғыларын қайта жөндеуге 33,6 миллион теңге қаражат бөлінген. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру бағдарламасы жобасын түзуге 9,9 миллион теңге. Петропавлда тұрғын үйлер тұрғызу үшін жобалық сметалық құжаттарды әзірлеуге 48 миллион теңге бөлінді. Облыс бойынша теміржол көлігі саласындағы әлеуметтік мәні бар қатынастар тізбегін бекіту мәселесі де халық қалаулыларының назарына ілікті. Жиын барысында сөз алған облыстық табиғи ресурстар және табиғатты пайдалануды реттеу басқармасы басшысының орынбасары Ерлан Абуғалиев маслихат шешіміне енген өзгерістерді қабылдауды сұрады. Решение Северо-Казахстанского областного маслихата 26 декабря 2015 жылға арналған су көзі ресурстарын пайдаланғаны үшін төлем ставкалары туралы Солтүстік Қазақстан облыстық маслихаттың 2014 жылғы 26 желтоқсандағы нөмірі 31-3 шешіміне өзгерістер енгізілген. Осы өзгерістер мен толықтыруларды маслихаттың қосымша шешіміне енгізуді сұраймын. Бұл жолғы сессияда 16 сұрақ қарастырылды, дегенмен депутаттар облыстық маслихат сессиясының жұмысын жаппау туралы шешім қабылдады. Себебі кейбір мәселелер әзірге толық шешілген жоқ. Фариза Жазитова, Анатолий Белонок, ақпарат.